Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Үйрекке аңшылық ең құмар қандырар спорттық сала түрі. Бұл жола бізді дәл осындай аңшылыққа кәсіби аңшы, еліміздегі Таеквондо Федерациясының президенті әрі өте жақсы жігіт Дәурен Нұрғалиев шақырды. Әрине, өмірінің жартысын спорттық залда, жартысын аңшылыққа арнаған спорт шеберінің аңға шығуы қатты қызығушылық тудырды. Алдымен Алматы қаласынан 120 шақырымға ғана алыстап, аңға шығамыз деген ұсынысымыз болған. Бірақ Дәурен мен оның серіктестері аңшылыққа өте салмақты қарайды екен. Біздер бұл топпен Астана тас жолында кездестік. Бірнеше жол талғамайтын көліктер осылайша жолға шықты. 2 күн аралығында біздер 1100 шақырым жол жүріп тастаптық. Анық болғандай, әріптестеріміз аңшылыққа шығарда жақсы дайындалып, демалысқа деген ынтызарлыққа ештеңе аямайды екен. Сегодня выехали на охоту. Бүгін 4 көлікпен аңшылыққа шықтық. КамАЗ автокөлігі арнайы осы аңшылыққа алып шыққан. Мұнда 6 жатын орны бар. Ас бөлме де қарастырылған. Барлық керек жарақ түгел дерлік дайындалған. Қазір ары қарай жолға шығамыз. Діттеген орынға жетісімен-ақ шайғасамыз деген ойдамын. Дәурен мен оның бауырлары Ержан мен Жанболат аңшылыққа көп уақытын арнайды. Экспедицияда жандарына ерткен жас өскөлеңдері де аңшылыққа баулып отырады. Сол себепті олар үшін арнайы квадроциклді ала шыққан. Жазық далада үйреткенге. Әрине, аңшылықтағы тағы бір әсер алар жайттың бірі аңшы иттерді де ала шығу. Мерсель лақабатындағы Курцхар үйрек аулауда таптырмас көмекші. Осының барлығы аңшылық саяхатымызда үлкен мерекелік қуаныш сыйлайтындай әсер берді. Көктемгі күн мен түннің теңелуінде астрономиялық күнтізбе бойынша ирандықтар мен түркі халқы әз Наурыз жыл басы мерекесін атап өтеді. Дастарханы керемет жайылып, бар азық-түлік қойыла, наурыз көже пісіріледі. Жарайды, бұл туралы кейінірек айтармын. Қазір жол үстіндеміз. Тас жолмен 400 шақырымды артқа тастай Топар ауылына да келдік. Жел тораңғыға қарай бағытымызды бұрып, жазық далада тағы 100 шақырымдай жол жүрдік. Қар еріп, жол ашылып қалыпты. Оның үстіне күн сәулесі жерді де кептірген. Ал біз Алматыдан шыққанда ауа райын бұзып, көңіл күйімізді түсірген тұман басқан еді. Жол бойында сор тартқан топырақтар, балшықты, батпақты жерлер кездесіп, айналып өтуге тура келді. Дала жазығында өткен жылдан қалған қурайлар сарғыш тартып тұр. Енді шамалы уақыт өтісімен сол сары дала қайта жап-жасыл кілемдей қайта көктеп, көктемнің нағыз иісін сездірмек. Ал қазір тек көктемнің алғашқы белгілері осы сәтпен бізді аң ауламақпыз. Әр жыл сайын аңшылық мерзімі ауысып тұрады, бірақ жыл басын бастар Наурыз мерекесімен еліміздің бір өңірінен осы аңшылық саяхаты басталады. Алматы облысында Топар өзені маңы не болмаса Маловодный ауылының айналасы Алматыға жақын орналасқан. Ол болмаса Талдықорған жақта. Біздер кеш бата айтылған Топар өзені маңына жеттік. Сосын КамАЗ айналасына лагерімізді орналастырып, жайғасып, жан жақта бағдарлай бастадық. Өзімізбен бірге Наурыз мерекесіне деп қой еті мен жылқы етін ала келдік. Осылайша мереке
Бізде керемет басталды. Это конина, это Мынау жылқы еті, ал мынау қазы. Былай кесіледі. На самом деле, Негізінде Наурыз мерекесі жыл сайын осы аңшылықпен тұспа-тұс келіп отырады. Бұл біз үшін екі мереке. Наурыз көже. самую настоящую. Наурыз мерекесінде наурыз көже пісіріледі, беріледі, қыстан сүрленген қазыны қосып. Это все самое настоящее, вот это вот азы. Аңшылыққа дайындала бастадық. Киімдерімізді киіп, резинке етік, не болмаса бәтеңке кию керек. Көктемнің басталғаны кеше ғана, ал далада кенеден көп жәндік жоқ. Біздер киімдерімізді қаға бастап ек, жергілікті аңшылар олардың аса қауіп төндірмейтінін айтып, жүрегімізді орнына түсірді. Қуантарлығы масалар жоқ, аңшылықтың ләззатын құртатын. Біздер аспаннан үйректер тобын көрдік, ұшып бара жатқан. Бірақ бізден арақашықтық алыс еді. Негізінде көктемде үйректерге аңшылық ережесі былай басталады. Аңшы өтірік жасалынған үйректі су бетіне орналастырады да, өзі жағаға үстін шөппен, болмаса қамыспен жаба аңдып күтіп жатады. Жалған үйрек аспанда ұшқан құстарды алдап түсіруге арналып істелген. Көктемде аңшылар үшін тек үйрек еркегіне, яғни кежекке ғана аңшылыққа рұқсат берілген. Оның үстіне оларды су бетіне жақындай ұшқанда мылтықпен атып түсірген өте ғажайып әсер сыйлайды. Нағыз құмарыңды қандырар сәт. Оның үстіне үйрек аталығы өзге қыр құстарына суға жақындауға мұрша бермегендіктен, оларға аңға шығу орынды да. Жалпы үйрекке аңшылықта ауа райының да рөлі ерекше. Құстардың белгілі бір қалқаға, не болмаса өзен бетіне қуалайтын жел мен күннің бұлтты болуы. Барлығының қаруы әртүрлі. Жұмсақ стволды көлденеңнен тіке жатыңқы 12-ші калибрлі ствол, ал Ержан Керімбаевта итальяндық 12-ші калибрлі жартылай автомат қаруы. Кешке таман күн суытып кетті. Өзен жағасының кей тұстарында әлі де мұз қатып тұр. Ол жерден қатып қалған балықтарды да көруге болады. Бұл кештегі аңшылықта аңшылар тек екі қыр құсын ғана ата алды. Сол түні біздер жақынырақ таныстық. Дәурен Нұрғалиев атадан балаға жалғасқан аңшылықты жалғастырушы екен. Оның атасы Тянь-Шань тауының етегіндегі Нарынқол ауылында тұрған. Во время войны, вот дед, когда его... Соғыс бітісімен атамды Қарағандыдан туған жеріне қайтарды. Шахтада жұмыс істегенде денсаулығын құртқан. Ол ауылға келді. Жігіттер мүлдем аз еді. Сол себепті әр таң сайын атына отыра, итін ертіп тауға кететін. Кешқұрым барлық ауыл күтетін атамды. Ол өзімен марал, елік аулап, ауыл тұрғындарына тарататын. Осылайша аштық қысқан ауылда аман алып қалған. Ержан Керімбаев болса аңшылыққа көп ақша салады. Оның арнайы автопаркі бар. Тағы сан түрлі жинаған қаруларды жетерлік. Оның айтуынша өмірді рахаттана әсер алып, жақсы өткізу үшін бар күшімді сала жұмыс істеп демалады. Әрі өз балаларында аңшылыққа баулып отырады. Он давал ружье, сказал: "На, стреляй". Ол қару берді. Мә ат, мен аттым деді. Мен 3 үйрек атып түсірдім. Әрине әкемнің бағдарымен. Ержан үйректерді аулағанда жөн санайды. Осы жылы үйрекке аңшылығын бастаған 10 жылдық мерейтойын атап өтуді де жоспарға қойған. Мне кажется, самая интересная охота это... Менің ойымша ең қызық аңшылық қой бұл үйректерді аулау. 20 қазанда біздер қаладан шығамыз. Телефондарымызды өшіріп барлығын ұмытамыз.
Негізінде қаздар батпақты өзен суларда мекендейді. Құрғақ жерде жылдам жүгіріп, аспанда ұшуы тез болғанымен су бетінде үйректерден баяу жүзеді. Қаздар суда көп жүзе алмайды. Олар көбінде құрғақ жердегі шөптер мен өсімдіктермен қоректенгендіктен үйректер мен аққулардан айырмашылығы бар. Тұмсықтарының ұшымен өскен өсімдікті жұлып ап, жапырақтарын болмаса жемісін жейді. Көктемде қаздарды көбіне таңғы немесе кешкі уақыттарда аулайды. Түнеген орнынан қорек табуға ұшқан уақытында және кері қайтқанда. Көктемгі ұшу кезінде көбіне жасанды газды орналастырып, сол арқылы атып түсіреді аңшылар. Ал жазды күні жас өсіп келе жатқан қанаты қатая қоймаған қаздар мен кәрі ұшуға күші жоқ қаздарды аулайды. Бұл уақыттарда ұшуға ерінер қаздар кішігірім өзенді паналайды. Күзді күні аңшылар құстарды дәл көктемгі уақыттағыдай аулайды, жылы жаққа ұшып бара жатқан сәттерінде. Біздер дастархан басында екі мезгілдің қайсысы ыңғайлы екендігі жайлы әңгіме айттық. Сол күні кешке аспазшы наурыз көже жасапты. Қазақтың ұлттық тағамы беш бармағын жеп, артынша қолымызға гитара ұстай ән айттық. Для остановки нет причин, иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Таңғы елең алаң уақытында үйректер болмады, тек шағалалар ұшып жүрді. Айналада қысқы суықтан енді ойна бастаған жазық дала. Ал аспазшымыз болса, таңмен таласып қазан басында екінші тағам палау жасап жүрді. Жақын маңда үйректердің жоқтығын байқаған соң, жиналып басқа жолға түсіп, Қонаев көпірі мен Бақанас жаққа қарай тарттық. Бұл көпір Іле өзенінің екі жағалауын жалғап тұр. Картадан қарасаң, екі жағынан да жақындауға болады Алматыдан. Мұнда жергілікті балықшыларды байқап, кішігірім уақытқа аялдадық. Өзен суы еріп, ақ балық аулайтын маусым басталып қалыпты. Біздер жігіттермен ау тастап, тек бір ақ балықты ғана ұстай алдық. Ал бір жерлердегі өзен жағасында метрге жуық ақтабан балығын елдері камераға түсіріп жатты. Балық қорықпай камераға өзі жақындады. Қары жоқ бір жағада тағы да балықшылар отырды. Қармақтарын салып, ақ балық ұстап. Нағыз көктем енді басталғандай. Біздер үйректерге міндетті түрде аңға шығамыз. Өйткені аңшылық атам заманнан адамның айналысар істерінің бірі болған ғой. Аңшылық бір үйді асырады, қарнын тойдырды. Тіпті киім алып, үй алуына да мүмкіндік берді. Бүгіндер аңшылықтың мақсаты мен мүмкіндіктері өзгергенімен түпкі негіз өзгермеді. Ер адам құмарлықпен қыр құстарын қуғанда, болмаса жабайы шыққанда, құстарды тығыла күтіп, оқ атып, тигізгенде бойындағы қаны шапшып шыға келеді. Әрине бұл атам заманнан қалыптасқан сезім емес. Бүгіндері аңшылық мыңдаған адам айналысатын спорт түріне айналған.